Ассалаумағалейкум, құрметті менің подписчиктерім, қалайсыздар? Аман саусыздар ма? Қайырлы таң. Бүгін мінекей қала күні 18 ма бүгін? Қала күні 18 январь 2026 жыл больницадамын мен. Өзіміздің городской больницаның хирургия бөлімінде жатырмын. Санчаспеттегі. Енді мен не үшін бүгін съемка алып жатырмын, себебі көп больницаларға барып көрдім, ауруларға жәрдем берген уақытта больницаларға кірдім, экстрныйға кірдім. Енді ешқайсысын мен бөліп жармаймын, тікелей мен мақтаймын, себебі мақтауға арзиды, себебі медицина халқы таза болу керек, гигиенаға, санитарияға жауап беру керек. Соның үшінде мен хайран қаламын да, рахмет деймін да. Тазалайтұғын санитаркілері де, медсестра мейірбикелері де, докторлары да бәрі құш мамлады. Кеуіл кипиятыңызды көтереді, біріншіден. Екіншіден, сіздің қандай жағдайда тұрғаныңызды айтайын санитаркілеріне дейін деп ыржып келіп, кәдімгідей сен сұрайды да. Қалайсыз, не деп не? Мен мысалы аяғым ауырайды, төменге түсе алмаймын, екінші этаждан бірінші этажға. Санитаркілері келіп, ауқатыңызды әкеп берейін ба? Жаңағыдай, не керек, қимылдамаң, доктор сізді қимылдамасын деп айтты, деп маған айтып кетеді қасымдағы апаға. Не, дұрыс па, апа? Қимылдатпай дейшіне. Аяғым көп жүруге болмайды, себебі біздерге екінші этажға, үшінші этажға көтеріле алмаймыз. Көтерілеміз, жан айбат көтерілеміз, бірақ сол қазіргі уақытта укол алып отқаннан кейін көтеріле алмаймыз. Мен айтайын дегенім тап-таза да, мына жылтырап тұр ғой, жылтырап. Әмме жер тап-таза. Еш мін таға алмайсың ғой енді, не? Мін таға алмайсың. Мына қара. Таза пастеллер. Енді мен үйден пастел алып келемін деген кезімде, сол пастел берді, пастел таза екен. Мына апа өз үйінен әкеп тастапты уже пастел. Білмепті бұндай таза пастел беретұғынын. Сол айтқандай, деп ала келдік, енді бір не қыламыз, сонда да ұрсады докторлар. Ұрысса да, мінекей қараңыздар. Мынау Санчас больницаның арты хирургия бөлімі. Тап-таза. Рахмет. Бұл жерде Азамат аға деген қарап отырды, фамилиясын білмедім. Азамат аға өзі больнойларына, сол ауруларына жақсы қарап отырды. Кеше қасымдағы апа жеткі салды аяғына, тізесіне. Жақсы, иә, жағдайыңыз? Жағдайы жақсы. Қайта қуанып отыр, қол жеңіл екен деп не, Азамат аға. Ауа, сол айтайын деген, кеше енді демалыс ғой, сөйтіп аяғыңызға көріп кетейін деп, жеткі салып кетейін деп, жаңағыдай бір басқаша да, енді мен мақтауға арзиды, расын айтсам. Сол енді неқыларыммен таныстырып шығайын ба, я? Бәрі жылтырап жатыр. Қазір yaxшы таныстырып шығамын. Енді кішкене жүрейін, енді өйтіп жата берсем болмас. Тап-таза, гәп жоқ. Мынау хажетханасы тап-таза. Шаншу бөлмесі. Жаратаңы бөлмесі. Мынау жақ опен, реанимация бөлімі. Бұл жаққа кіруге болмайды еш уақыт. Сондай. Әмес тап-таза. Мынау үшінші палата. Холодильниклері бәрі тап-таза. Міне, бір холодильник, екі холодильник. Тап-таза барлығы. Қалайсыз бе? Сол.
Assalamualaikum. Selam. Жақсы. Неке. Түсіп келдім. Бірінші этажға түсе алмадым. Өкінішке орай. Қош сау болыңыздар. Бүгін қала күні демалыс. Heavy media, önemli. Yüreğimde köpten bir türlü halat, oylarım şırpıgısap kağısar kanat. Sen bir gözlü şaslat, dertli muhabbat, yeger yesi alsan o beni yesip jür. Sen bir gözlü şaslat, dertli muhabbat, yeger yesi alsan o beni yesip jür. Belkim umutkansan, belkim yadımda, biz yeletin türen ışık bağında. Şazap kalgın keler kevil bağında. Eğer yesi alsan o beni yeslep jür. Şazap kalgın keler kevil bağında. Eğer yesi alsan o beni yeslep jür. Karagolbaşçı basımı medyada tabasız. Oylasam gül pasıl bahar kelgendi, kıyallar şar şarsın, teşviş yengendi.